Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Сол секілді заманның талабына, уақыттың сұранысына сай келмейтін ырым тыйымдар да аз емес. Өркениет көшіне ілесеміз деген ел үшін салтқа сүйенген сананың биік болған абырой. Ендеше ырым мен тыйымның бүгінгі мәні қандай? Неден тыйылып, қандай іске сенуіміз керек? Жүрек сөзінде бүгін тарқатып айтамын. Жібек жолы қосулы болсын. Байырғы заманда көктемнің дәл осы шағында, әсіресе сәуір уақытысында жаңбырдың жиі жауатын еді. Найзағай көп ойнайтын сәуір айында шөміш қағу ырымы қазақта бар еді. Ол кезде жұрт еңселерін көтеріп күн күркіреді, көк дүркіреді деп қуанысып, Құдайым жарылқа берекемізді молайт, ынтымағымызды арттыр, асымызды адал, басымызды аманет, ризығымызды көбейт, уайымызды жоқ болсын деген тілектер, дұғалары мен баталары мен үйдің кіре беріс есігінің босағасы менен маңдайшасына, табалдырығына шөміш іліп қояды екен. Жауын астындағы дұға кері қайтарылмайды. Жаңбыр Алланың рахымы, мейірімді, берекеті болып табылады. Омар Хайямның бұл туралы айтқан сөзі бар. Бір Алла рахымы мен нұрын шашар, адамдар су болам деп одан қашар, дәрия жаңбырдың бір тамшысы аузыма тисе екен деп, дәрияда балықтар аузына ашар дейді. Яғни жаңбырдың қасиеті деп әлеуметтік желіде тараған негізсіз сөздер бар. Бұл негізсіз қауесетке сенген жұрттың сәуір жаңбырына шөміш емес, әжептәуір ыдыстарын, піляктарын қойып қойған адамдарды көрдік. Жинап ішкендердің желіде жасырмай жасыра жазды, ажарыса жазды. Дегенмен бұл қай сасқанымыз ағайын. Даламызда 21-ші ғасыр, ішімізде қай ғасыр жатыр. Біліңіздер, сәуір жаңбырында шөміш қағу ырымы бабалардың заманында болды. Алайда бұл заманымызға сай келмейтін, бұл ескі қалып қойған бір ырым болып табылады. Ал сәуір жаңбырының суын ішу ырым да емес, басқа да емес, тіпті аталар заманында болған дүние емес деп айта аламыз. Сондықтан әлде бір адамдардың әлде бір жерден ести сала, сәуір деген бір сөзді көтере сала, бір жерге жаза салған немесе ести салған аттай ұшып, Құдайдай сеніп, оны өмірімізге енгізуден тыйылып, бір-бірімізді сондай дүниелерге түртпектеп, Құдайдың өзіне, оның ұлы құдіретіне сенудің орнына, жаңбырдың суына, экологиясы бұзылған кезде сол жаңбырға шомылып жүрген адамдар да бар, ішіп жүргендер де бар көрінеді. Ондай жұғысты болайық деп, он жағар ырымы бар. Талапты орындай алмағанда жасайтын құда тарту рәсімі. Қалтаға қар деп, күйеу баланың қалтасын тінту, еріне адал, өтірік айтпайтын әйелдің науқасты 3 рет аттау ғұрыбы. Ақ жол деп, оң жақта отырып қалған қызды, біраз отырып қалған қыздың тұсауын кесу, бүгінге келе қоймасау. Кейбір отырған қыздардың тұсауын кесіп жатқан бейнелерді өздеріңіз әлеуметтік желіден көрдіңіздер. Алайда қазіргі заманауи қазақтарымыз әдемі көлігінің ішіне тәспі, артына қызыл шүбірек, нөміріне қасиетті сандарменен тізбектеп бірегейлеу, дарбазаға қызыл байлам байлау, өмірім осы талдай ұзақ болсын деп, жол бойында өсіп тұрған жалғыз талға ақ шүбірек ілу, қасиетті орындарды зиярат еткенде ақтық байлау, киімнің ішкі жағына түйреу, босағаға өкіртіп адыраспен іліп қою, қызыл періс бұрыш тіліп қою әлі де тоқтай қойған жоқ. Әлі күнге дейін алдын кескен қара мысықтан қорқып жүргендер тағы бар екен. Бұл күнге сыпырғышты жоғарға қаратып қоятындар бар. Неге? Жатқызып қоятындар бар, өйткені қорқады екен. Әлі күнге жұма күні немесе оразада қайтыс болған адам күнәсі болса да тозаққа кетті, тозақтың орны емес, жәннетке кетті деп шешім айтатындар да бар көрінеді. Әлі күнге мүшелден өте алмай жүргендер де бар көрінеді. Дегенмен, бұл қорғану тәсілі ме, әлде сауатсыздық па, жай ғана қарапайым білімсіздіктен бе? Жауабы қайсы болады ағайын. Сондықтан, қазақ елі, құрметті бауырлар, біз бір Аллаға сыйынып, бір Алладан үміт етіп, бір жаратушыға иман келтіріп, сенім білдіруіміз керек. Және сол сенімге селкем түсірмеуіміз керек. Көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, еліміз ырымды да, тыйымды да, салтты да, сананы да, дәстүрді де саралап, саналай білуіміз керек. Білімсіздікпен абыройымызды әлемнің алдында төкпеуіміз керек. Бүгінде біздің ұлы семсеріміз ол дұға болып табылады.
Дұғамыз жүректен шығып құлшылыққа жалғасса, мақсатқа жетеріміз хақ. Әйтпесе шығыс ертегісіндегі сиқырлы таяқшамен сермегендей абра-кадабра болып қалып жүрмесін көбісіміз. Сол ісіміз салтымызға сай, бабаларымыз көрсеткен ұлы жолға байланып, Алла тағаланың көрсеткен ұлы дүниелеріне жалғасу керек. Күлді баспа деген бір ғана ырымды алып талдайтын болсақ, сол күлдің ішінде жындардың болатындығын бабаларымыз біліп өткен екен. Сүйектерді жерге тастамай көмудің нәтижесінде жындардың жейтін тамағы болғанын білген екен. Жалғыз далаға шықпа, қораға барма деп жоғарыда тізбектеген тізімнің ішіне айтқанымыз, сол малдың кезінде кешкі апақ-сапақ уақытысында жындардың көбейіп өріп жүретіндігін білген екен бабаларымыз. Осы жайттарға душар болып қалмасын деп, ұрпақты денсаулығы жақсы болсын деп, аналары сөзіне ілессін, бабалардың ізінен қалмасын деп, осындай тыйымдарды кіргізе білген. Иә, тыйым мен салттарды балаларға айтқан кезде тізбектеп отырып, қайта-қайта айтып отырып, оны шаршатып жалықтыру емес. Өзіміздің өмірімізге кіргізе білуіміз керек. Өзіміз содан сақтануымыз керек, және көрсеткен нәрсені өзімізге бұрып жасауымыз керек. Әрбір сөзді айтқанда, ырымды көрсеткені оның мәні мен мағынасын көтеруіміз керек. Біздің елімізде ашылып жатқан ұлттық, этнографиялық, ұлттық құндылықтарымызға толы болған мейрамханалар ашылды. Сол мейрамханалардың ішінде кез келген тамақты бергенде ұлттық көжелерімізді, Наурыз көжемізден бастап намат көжелерін берген кезде себебін айтып, қандай дәнді дақылдар салынғанын айтып, тіпті тау шайын берген кезде ол тау шайының ішінде қандай шөптер бар екен бүгінде айтып береді. Иә, сол сізге ұнай ма? Бұл біздің салтымыз. Сізге ұнай ма? Ол біздің жолымыз. Сізге ұнай ма? Ол біздің болашағымыз. Үйде де соны жасай білуіміз керек. Салтты, әдепті тек қана біз біреуден талап ететін болып қалдық. Яғни біреу істесін, біреу жүрсін дедік. Сізші, бізші. Сондықтан Алла тағала біреуде емес, ең жақсы адам кім дегенде, өзін түзеген, өзін үйреткен, өзін бағыттаған, өзін тура жолға салған адам делінеді кітаптарда. Сондықтан сол салтымызды біреуге емес, өзімізге үйретейік ағайын. Кезінде салт болып, кейін дәстүрге айналған, бүгінде заң жүзімен қаралатын арамызда бір теріс үрдіс бар. Яғни ол қыз алып қашу. Әрі бұл үрдістің түбіне жеткен өзіміз, түбін дұрыс түсінбей, жабайылыққа өтіп, ақыр аяғында заңға апарып тіредік. Шатылғандар да бар. Негізінде бұл екі жастың арасында басталған әдемі келісім еді. Яғни қалыңмал беруге шамасы жетпейтін жігіт өзіне ұнатқан қызымен танысып, бір сөйлесіп, өз араға келісімге келіп, екі жаққа хабар айта отырып, алып қашуды елдің көзіне көрсетуді ұйымдастырған еді. Қазақтың әр қызы ақ орамалды басына қиналып емес, қуанышпен тартқаны дұрыс емес пе? Өкінішке орай бұл үрдіс кейіннен мәжбүрлікке, одан зорлыққа, соңы жабайылыққа өтіп кеткендей. Яғни бірін-бірін білмеген, көзі көрмеген, сырттан бақылаған, сөз байласпаған, келісім берілмеген алып қашуларға жалғасып кетті. Бүгінде мұны салт деп қарастыруға, дәстүр деп айтуға мүлде келмейді. Өйткені түп негізін, мағынасын жоғалтты. Сондай істі шариғатта құптамайды. Яғни дұрыстыққа бұл нәрсе өтпейді. Себебі бұл жерде адамның құқығы, бостандығы тұр. Сондай бір қызды алып келіп, көндіре алмай, алып қашып келіп, көндіре алмай мені шақырған екен. Нұрлан имам, осы келінді алып қаштық, бұл көнбей жатыр, соны көндіріп беріңізші деді. Келінді көндіру тұрмақ, бүкіл Қазақстан болып, ұлт болып аяғына жығылсақ та, келіннің бір ауыз сөзі, жоқ деген сөзі барлық мәселені орнына қояды. Яғни бұл дұрыс нәрсе емес. Зорлықпенен алып қашуға, ешкімді көндіруге, алдына жығуға келмейді. Бұны екі жас өздері шешеді.